Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Ера, ал бүгін болса біз Five Nights at Freddy's деген ойнайтын боламыз. Болса 5 түн Фредди'да дейді. Фредди деген бұл біз аю, мынау аю. Бұл болса қорқынышты ойын. 4 аниматроник тұрауы, 4 робот тұрауы. Пиццерияда 4 робот тұрауы. Ал біз болса охранник боламыз. Ал онда болса кеттік. Көмек керек. Фредди Фазбер пицца. Отбасылық пиццерия түнгі күзетші іздейді. Сағат 12-ден сағат таңғы 6-ға дейін. Камераларды, құралдарды, аниматрониктарды қарау керек. Жарақаттарға жауап бермейміз. $20 аптасына. Сізге қызық болса, астындағы нөмерге хабарласыңыз. Ешқандай травма сонда бір нәрсесі соған қармайды дейді. Мына жерде біз шықтық, офиста отырмыз. Мұрнынан басуға болады екен. Свет болып отыр, свет бар екен. 98 сағат 12 екен. Сәлем, мынау сөтті ма? Сәлем. Мен сізге бірінші түнде бұл жерге орналасуға көмектесуін хабарға қалдырғым келеді. Мен бұл қызметте сізден бұрын жұмыс істедім. Мен соңғы аптанып жақсы аяқтап тұрмын. Бұл маңызды емес. Сондықтан бұл аша ломиттік болуы мүмкін екен білемін сізге. Уайымдаудың қажеті жоқ, жақсы боласыз. Сондықтан бірінші түнде мұқият болайық. Жарайды, бүгін кешке компанияның сәлем бар екен көрейік. Мен оны оқуым керек. Я бұны бізге қауіпсіздік ретінде оқу керекпіз. Сен түсіндің деп ойлайтын. Фредди Фазбер пиццериясына қош келіңіздер. Мен балалар мен ересектерге арналған тамаша орны қиялдар мен армандар өмірге енеді. Фазбер Entertainment бүлікті жоғалтуға немесе адамның зақымдауына немесе өлімі туралы есептеуге жауап бермейді. Жоғалту 90 күн ішінде берілген болады. Мүлік пен неден мұйқат тазаланып ағартылады және жабындылар өзгертіледі. Бұл жаман естіледі, мен білемін, бірақ ойымдайтын ештеңе жоқ. Аниматроникті түнде таңқалдырады, бірақ мені орналастыра алма деп едім, егер мен болсам. 20 жыл бойы сол мылқаулардың әндерін айтуға мәжбүр болсам, егер менде жуынбасам, менде тіркенетін едім. Бүтінде бұл кейіпкерлердің балалардың жүрегіне ерекше орын алатынын есте сақтаңыз, және оларға аздап құрметтеу керекпіз деп ойлаймын. Жарайды, сондықтан кейіпкерлерін біраз қыдыруға бейімдерін білдіңіз. Олар түнде олардың еркін серуін қалдырды. Сондықтан олар қуып тауып қалмас үшін, егер олар тым ұзақ болса не болады? Күндізде олар пиццерияда серуендеп жүретін, бірақ түстеу шешінжеті болды. Бұл сізді таңқалдырады. Мен адам денесінің маңдай бөлінісін өмір сүре алатынын білдім. Енді сіздің қауіпсіздігіңіз туралы күзетші ретінде сіздің нақты қауіп-қатеріңіз туралы. Егер сіз бір кейіпкерін болсаңыз, олар сізді көрген кезде жұмыс емес сағаттар жай адам ретінде көреді. Бірақ жұмыс уақытында олар сізді костюмсіз болатын эндоскелет ретінде көреді. Содан кейін Фреддидің пиццериясында қайшылық болатындықтан олар сізді күшпен итеруге тырысуы мүмкін. Фредди костюмінде егер костюмдердің өзі көлденең сөлдермен және құрылғылармен және әсіресе бет аймағының айналысындағы анимациялық құрылғылармен толтырылмаса жаман болмас еді. Сондықтан біз басыңызды ыңғайсыздықтан қалай күшпен басып жатқанын елестете алмайсыз. Содан кейін өлім болады. Сенің жалғыз бөлігің ұйқылы күнді көрді. Бұл сіздің көздеріңіз және тістеріңіз масканың алдында шығып кетеді. Олар сізге келген кезде айтқан жоқ, бірақ бірінші түн қырылу сияқты жеңіл болу керек емес. Мен ертең сізбен хабарласамын. Камералар жақсап тексеріңіз және төтенше жағдайда есіктерді жабуды ұмытпаңыз. Қайырлы түн. Ё-майо, жарты сағат сөйледі мынау адам. Бізге айтып берді, мына жерде не болып отқанын. Мына жерде бізде аниматроник, мынау бірінде тұрған қол түсті аю, мынау қасында тұрған Чика, ал мына жерде қайда?
Мына жерде короче бони болған. Мына жерде чай ішетін жер, балдар отырып пицца жейтін жер. Мына осы роботтарды ауыстыратын жер. Мынау біздің пиратымыз тұратын жер. И мына жерде подсобка, бұл жерге заттар жинайды, мусор жинайтын адамдардың. Міне бони тұр, пока что көрінбейді. И мына жерде біздің комнатамыз асы. Мынау біздің сол жағымыз, мынау болса оң жағымыз. Қауіпсіздік ережелері: жүгірмеу, 2 шуламау, 3 айғайламау, еденге түспеу, 5 ананың атының қасында жүру, 6 Фреддиға тиіспеу, 7 ұрмау, 8 қараңғыдан шығу. Көңіл бергендеріңізге рахмет. Администрация. Мына жерде правилалар айтып тұр екен, не істеуге болмайды, не істеуге болады деген сияқты ше. Мен негізі машинаны ойнағам мен. Бұрын да ойнағам. Соны настайды керет етіп қайтадан ойнайыншы дегем. Бірақ бағанадан бері ананы естіп отырған кезде ойбай қайдан шықтым. Естіп отырған кезде не шықты да? It's me деп ше. Сол шошып кеткен соң не қоттық қойым. Ойбай. Не қоттық қойым. Ойбай. Мал қайдан шықтым? Міне, бізді мынаның ішіне тығып тастады. Бағана айтқандай көз шығады дейді. Сол шықты. Ал онда өсе бастырамыз, конечно же. Так, біз қайтарын бастады уже. Қаспақ енді өсе қызына не істемей тұр, қайтарын. Өйткені сол естігеннен кейін біз анау көрмей қалдық аниматрониктарды. Негізі бұл жерде главный персонаж мынау Фредди. Бұл ортада тұрған қоңыр робот. Жауабын. Мынау қасында Чика, ол бізде тауық. Мынау қасында Бони, ол қоян. Ал мына ортада болса ол аю. Суреттер тұр екен, вентилятор, колонка тұр екен. Мына жердің бәрі жаман көрініп тұр кәдімгідей. Так, міне аниматронимыз кәдімгідей. Мынау бағана айтып кеткен жерлер. Мына жер туалет, мына жер осы кухня. Кухняда Чика жүреді көбінесе. Мынау коридор. Оң жақ коридор. Мынау сол жақ коридор. Мынау біздің оң жағы, мынау сол жағы. Мынау ортасында тұрған біз. Ю деп тұрады, сол біз. Міне естіп отырамыз осы жерде. Не тұра алмаймыз, не жүре алмаймыз. Отырамыз осы жерде қарап бәрін. Еще бағаны бізді қорқытып кеткен, жеп кеткен ол Бони. Ол мынау көккөмбек. Мынау сөйлеп отқан ол Фокси. Оны жерде отырады. Извините, не работает. Дейді. Істеп тұрған жоқ ол пока что. Бірақ ол мощно жүгіреді. Негізі мен білем қалай жүретін бұлардың. Фокси ол сол жақтан келеді. Әрбір кезде ал Чика мен Фредди мына жақтан келеді. И мына жақтан кім келеді? Фокси. Фокси осы мына жерден шығады да. Алады, мына жерге жүгіреді. Осы жерден көре аламыз. Біз мысалы мына жерде Фокси кішкене шығып тұрса, біз оған кейбір кезде қарып тұру керекпіз. Сол кезде жүгірмейтін болады. Ал онда өсе біз мына жерін таппай қалсақ, біз сразу мына жерге қарау керекпіз. Сол кезде мына жақта жүгіріп бартқан не көрсетеді, видео көрсетеді. Сол кезде сразу біз алу керек деп есті жапсау керек. Міне өйстіп есті жағады. Бірақ ол заттарды істесек бізде энергиямыз кетеді. Мына жерде астында энергия тұр. Бізде қазір 78, негізі басында 100 болған. И мынау қаншалықты энергия құртып жатқанымыз міне тоқ сет жақсақ, мына энергияның кетіп жатқанын уже көрсетіп тұрады көбірек. Ал басында кетіп жатқан нәрсеміз ол мынау. Ема! Мынаны қараңдар. А чо? Неге бұйтып тұр? Мен андайды көрмеппін вообще. Бұл неде историясы бар кәдімгідей. Бағана айтып кеткендей, ана телефонный парень дейді ол. Фонгай дейді негізі ол. Фонгай аты. Телефонный парень. Телефоннан звондап бізге айтып отырады. Осы не істейсің, қалай деген нәрселерді. Негізі бізде уже көп заряд кетіп қалды, 48 уже. Өйткені мен бағана неткенім үшін ғой. Тез ауыстырдым ғой, сол кезде кетіп қалды.
Біз аниматрониктер бүйтіп көре аламыз. Терезеден қарап тұрады аниматрониктер. Кейбір кезде. Егер олар мына жерде тұрса или мына жерде тұрса, көріп қалуымыз мүмкін. Так, қозғалды. Уже қасымызда келіп почти. Мен болса Бонниді көріп тұрған жоқ. О! Бонни. Че там, чика шығасың ба? Пицца керек па? Пицца жейсің ба? Пицца? Че там? Пицца. Хочешь пиццу? Пицца жейтін адамсың? Кекс қайда, кекс? Сен кекс ұстап жүресің ғой, сол кекс қайда? Ой, ема. Осындай шықты ғой бағаны. Сол үшін шошып кеткен мен. Ана айтып отқан кезде. 18%. Чыдаймыз негізі біз. Баяғыда бізде уже 30% болу керек еді негізі жерде. Бірақ мен құртыстан не потем. Тұр. Все. 6-ға дейін шыдадық. Так. Осымен аяқтау керек негізі. Так, бір нәрсе болды ма?